Әр адамзат өзінің мамандығын таңдағанда әр ісін өзі сүйіп атқару керек. Мен 2008 жылдан бастап өрт сөндіру бөліміне келіп қызмет атқарамын. 3-ші өрт сөндіру бөлімінен бастадым. Қазіргі таңда қалалық нөмірі 4-ші өрт сөндіру бөлімінде бөлімше командирі болып қызмет атқарамын. Бұға дейін өзім өрт сөндіруші болдым, аға өрт сөндіруші болдым. Және қазіргі таңда командир отделение. Біз өртке баратқан кезде енді командирдің жауапкершілігі өздеріңіз білесіздер. Бір машинада қасымда балалар болады, олардың жауапкершілігі дегендей. 2008 жылдан бастап армиядан кейін келіп, өз мамандығым, өзімнің болашағым осы жерде шығар деп, осы қызметті таңдап келдім. Олай айтқанда, уже қарап отырсаңыздар 15 жыл болыпты. 15 жылда неше түрлі жағдайлар орын алды. Бұл жерде енді өрт сөндіруші болғаннан кейін бірінші очередте адам өмірін сақтау, адам құтқару, өрттерге барған кезде қиын сәттер болады, қиын жағы бар, және қиналатын кездер болады. Адам өмірін сақтап, ол жерден балаларды құтқарамыз, үлкен кісілерді құтқаратын кездер болады. Жауапкершілігі өте қиын болғаннан кейін біз бұл жұмысты одан ары қарай дамыта беретін ойдамыз. Жұмыс барысында бұл өрт сөндірушінің қызметі ауыр болғандықтан неше түрлі жағдайлар орын алып жатады. Адам өмірін сақтау, мысалы адам құтқару, үлкен пожарлар болады. Сол жерден адамның өмірін сақтап, адамдарды құтқару, басқа жерлерге сыртқа алып шығу. Бұл мамандықтың бәрін өзіміз таңдағаннан кейін осы салада жұмыс істеп келеміз. Ең есімде қалған сәттердің бірі мына Сағзавод, Тараз қаласы Сағзаводта түнгі сағат шамамен айтсам енді бір 3-4-тің уақытысында үй жанған. Сол жерде болған анасы, әкесі және оны құтқарам деп отқа түскен баласы болатын. Соларды құтқарған кездеріміз болады. Ол кез өте менің көңілімде қалған сәттердің бірі. Биылғы жылдың өзінде айтар болсақ, мысалы, осы бір 10 күн, 15 күннің ішінде мынау 5-ші мөлтек ауданында общага дейміз ғой. Сол жерде 4-ші қабатта өрт болды. Сол жерде мысалы адамдарды құтқардық. Сатыны қойдық 4-ші этажға. 4-ші этаждан адамдарды түсіріп, оларды қауіпсіз жерге көшірдік. Ол да мәңгі біздің есімізде қалады. Мен өзім ойлаймын, өрттің бізге көп болғаны керек емес. Неғұрлым аз болса, еліміз аман, жұртымыз тыныш болады. Мынау Қазақстан халқына енді айтарым, енді бұл өрт сөндіру саласы қиын болғандықтан бізді де түсінулеріңізді сұраймын. Және де өздеріңіздің өмірлеріңізде техника қауіпсіздігін сақтағандарыңыз дұрыс. Мысалы, жылда өздеріңіз жағатын үйдегі от ошақтарының қуырларын тазалап, техника қауіпсіздіктерін сақтасаңыздар. Көп жерде бізді де айтып жатады ол, сусыз келеді дегендей. Біздің жаңағы расчетта тұрған ходтарымыз ешқашан сусыз тұрмайды. Ол қандай жағда бізге вызов түскен сәтінен бастап оны сөндіргенге дейін бізде су болады. Әр адамзат өзінің мамандығын таңдағанда әр ісін өзі сүйіп атқару керек. Келе жатқан 19 қазан күні бізде өрт сөндірушілердің мерекесі бар. Келе жатқан аға буындар, інілеріміз бар, артымыздан еріп келе жатқан. Соларға айтарым, одан ары қарай өз мамандықтарын сүйіп атқаруларына мен тілектеспін.